Құрметті студенттер, бүгін сіздермен ғылыми жобаны жазып үйренетін боламыз. Бірінші шағай платформасына кіреміз, одан кейін шырақ тулыс бөліміне өтеміз. Сосын өзіңіздің пәніңізді таңдайсыз. Мысал ретінде география пәнін таңдап көрейік. Осы жерден сіздер ғылыми жоба деген жерді таңдап аласыздар. Міне ғылыми жоба география деп тұрады. Соған өтесіздер, одан кейін мына жерге тақырыптарыңызды жазасыздар. Мысал ретінде менің алдымның геоэкологиясы деген тақырыпты алдық. Одан кейін мысал үшін 9-шы сыныпта алайық. Сосын тіліңізді таңдайсыз, одан кейін генерацияға жібересіз. Біздерде ғылыми жобада бірінші мазмұны өтеді. Одан кейін аннотациясы қазақша, орысша, ағылшынша жүреді. Одан кейін кіріспе бөлімі, бірінші тармақ біздерде кіріспе бөлімінің тармағы. Содан кейін біздерде ғылыми жобаның теориялық бөлімі, практикалық бөлімі барлығы бірдей қамтылған. Міне осы жерден сіздердің ғылыми жобаңыздың толық дайын болғанын күтесіздер. Біздің ғылыми жобамыздың бір ерекшелігі сауалнаманы, тәжірибені барлығы өзі жазып, және де ол сауалнаманың қорытындысын, нәтижесін сіздерге нақты кестемен көрсетіп беретін болады. Осы ғылыми жобаның оқушыға арналған күнделігін, ұстаздың тарапынан берілетін пікірді барлығын осы бір ғылыми жобаның ішінен таба аласыздар. Осылай барлығы дайын болғаннан кейін сіздер жоғары бөлікте экспорт батырмасын басып жазып алсаңыздар болады. Міне бұл бізде жазып берген күнделігі, одан кейін пікірі, одан кейін әдебиеттер тізімі мына жерде жазылған, одан кейін қорытындысы ғылыми жобаны жазып берген, одан кейін тәжірибелік бөлімі, міне мысал ретінде осылай жазып берген, сауалнамасы қандай сауалдар қойғанын барлығын жазып береді. Мысал ретінде теориясын кестемен берген осы жерде. Міне осылай жазып береді. Енді бұны біздер қалай сақтап аламыз? Экспортты басамыз. Экспортты басқаннан кейін осылай біздерде Word форматта ашылады. Сосын загрузить файлды басамыз. Загрузить файлды басқаннан кейін сіздің ноутыңызға загрузка бөліміне осы ғылыми жоба түсетін болады. Ғылыми жоба бізде сақталды. Қазір кіреміз. Сосын ғылыми жобаның өзінің талаптарына сай Times New Roman 14 қаріпмен осы жердегі кіріспедегі мазмұнның барлығын өздеріңіз реттеп аласыздар. Аннотация барлығы бір тарау, бөлек тарау бір беттен басталса, ал бөлімдер бірінің артынан бірін қойыла береді. Мысал ретінде сіздерге осылай жазып көрейін. Қазір 14-ші шрифтпен неше бет шығатын бірге көрелік. 14 бет. Қазірдің өзінде біздерде 20 беттің көлемінде шығып тұр. Демек, біздер ғылыми жобаны 25 беттің көлемінде ала алады екенбіз. Өздеріңіз араларына суреттеріңізді, оқушылармен жасаған эксперименттеріңізді барлығын енгізсеңіздер, сіздерде дап-дайын ғылыми жоба шығады. Бұл ғылыми жоба біздерде зерде, дарын деген негізгі талаптарына сай, солардың положениесіне сай жазылады. Осымен ғылыми жоба жазуымыз аяқталды.